Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгін сіздермен қой шаруашылығы және оны асылдандыру негіздері туралы өтетін боламыз. Жалпы қой шаруашылығы қазақ халқында сонау ежелден келе жатқан біздің ата кәсібіміз. Оның бастауы сонау неолит дәуірінен басталады. Қазақстанда негізінен алғашқы кезеңде қой шаруашылығында қылшық жүнді қазақы қойлар өсірілген. Қой шаруашылығы негізгі өнімі оның жүні болған ерте кезде. Сондықтан қой шаруашылығы ет жүн бағытындағы, жартылай биязы жүн бағытындағы және биязы жүнді бағытындағы болып, бірнеше бағыттар бойынша өсіріледі. Соның ішінде ет жүн бағытындағы қой шаруашылығы ылғалы жеткілікті және климаты біршама жұмсақ аудандарда өсіріледі, ал биязы жүнді қой шаруашылығы ол неғұрлым құрғақ аудандарда таралған. Қазіргі таңда дүние жүзі бойынша қой саны 1,2 миллиард басқа жетіп отыр. Ал Қазақстандағы қойдың саны 2008 жылғы ақпаратқа сүйенетін болсақ, 16 миллионнан сәл ғана асқан екен. Енді қазіргі таңда қой саны 20 миллионға жақындады деген ақпарат бар. Осының ішінде осы жүн өндіруден қазіргі таңда жетекші елдер қатарында Австралия, Қытай, Жаңа Зеландия, Уругвай және Ресей мемлекеттерін жатқызуға болады. Қой шаруашылығының мына жерде ет жүн бағытындағы және биязы жүн бағытындағы қой шаруашылығының қандай аймақтарда және оның сапасы қандай екен туралы айттық. Биязы жүн бағыты ол барынша құрғақ аудандарда өсіріледі және сапалы жүн береді. Ол жүннен мата жасауға, кілем тоқуға және тері былғары өнеркәсібінде кеңінен қолданылады екен. Осы биязы жүнді қойлар ол алдыңғы Азияда, Орта Азияда және Оңтүстік Африка елдерінде кеңінен қолданылып, сол жерде қаракөл елтірісін дайындау жолға қойылған. Соның ішінде атап айтқан кезде Оңтүстік Африкада, Мароккода өте кең осы қойдың елтірісімен көп экспортқа шығады. Ет жүн бағыты ол ылғалды және климаты жұмсақ аудандарда көп өсіріледі. Соның ішінде ол солтүстік және оңтүстік Америка, Австралия, оңтүстік Европа, орталық және Орта Азия, оңтүстік Африканың қоңыржай және субтропиктік белдеулерінің құрғақ аудандарында жақсы дамыған. Дүние жүзіндегі қой шаруашылығының аса ірі аймағы бұл Австралия болып табылады. Яғни Австралияның шөлейтті аймағында қойдың басым бөлігі өсіріледі екен. Қойдың басым көпшілігі жеке иелерге немесе компанияларға қарайтын ірі қой шаруашылықтарында өсіріледі. Ондай шаруашылықтарды sheep stations деп атайды екен. Яғни бұндай sheep stationsдар ондаған кейде тіпті жүздеген мың гектарларды алып жатады. Ол жердің ең үлкенінің ауданы 2000 километр квадраттан асады екен. Бұнда бір мезгілде 10-20 тіпті 100 мыңға дейін қойды өсіруге бағытталған. Жалпы Қытай қой өсіруден Қытай мемлекеті екінші орынды алса, Қазақстан осы әлем бойынша қой өсіруден үшінші орынға жайғасқан екен. Көбінесе жоғары сапалы жүн беретін биязы жүнді қой тұқымы Австралия мериносы, осы Австралиядан ең көп шығарылатын қой шаруашылығының тарихына келетін болса, қой өсіру жалпы адамзат тарихында неолит дәуірінен басталады. Қола дәуірінде орталық Азия тайпалары қылшық жүнді қойды молынан өсірілген, биязы және биязылау жүнді қойлар кейінірек Кіші Азияда шығып, одан кейін барып бүкіл әлемге таралған. Одан кейін 19 ғасырда қазақ халқына Ақмола, Семей, кейінірек Торғай, Жетісу облыстарына орыс шаруаларының келуімен осы меринос қой тұқымдары Қазақстанға тарала басталған. Осы 1913 жылы қазіргі Қазақстан жерінде 19,6 миллион уақ малдың басы болған. Бірақ 1913 жылы Қазақстан жерінде 19,6 миллион қойдың басы болған, бірақ одан кейінгі жылдары елімізде азамат соғысы болған, соған сәйкес қойдың басы да азайып кеткен. Яғни әртүрлі экономикалық
соғыстың әсерінен экономикаға нұқсан келіп, малдың басы мейлінше азайған. Одан кейінгі жылдарда да әртүрлі өзгерістерге ұшырап отырған, бір жылдары көбейген, мысалы 30-32 жылдары әртүрлі 30-32 жылдар қазақ халқында қиын қыстау жылдар, яғни репрессия кезеңі, ашаршылық жылдары, ол кезде қойдың да саны жалпы бүкіл тіршіліктің жойылуына алып келген жылдар болып есептеледі. Ол кезде соған сәйкес қойдың басы бастапқыда 19 миллион деп айттық, одан кейін осы 30-32 жылдары қойдың басы бар болғаны 4 миллион ғана қалған екен. Бірақ одан кейін қайтадан осы қой өсіруді дұрыс жолға қойып, 60 жылдардан бері қарай асыл тұқымды қойлардың көбеюіне барынша үлес қосылған. Сөйтіп мал санын 50 миллионға жеткіземіз деген жоспар қойылған екен. Сол жоспарға сәйкес асылдандыруға көп жұмыс жасалған. Қазақстандағы қазіргі таңда 80-ші жылдардан кейін қойдың басын 50 миллионға жеткіземіз деген жоспар құрылған, бірақ жоспар қисынсыз, яғни ары қарай не істейміз, сонша 50 миллионға жеткізгенмен оны ары қарай қалай игеру туралы ешқандай жұмыстар жасалмаған. Яғни күштеп ұжымдастырған, қой санын көбейтуге барынша жұмыс жасаған, оларды жасанды ұрықтандыру арқылы оларды барынша көбейткен. Сөйтіп қойдың басы көбейгеннен кейін қой көп, бірақ оны игеретін ешқандай орталықтар болмаған. Яғни елтірі дайындау, одан қандай да бір өнім шығару жоқ болғандықтан, бар қойдың өнімін өткізетін жер табылмай, осы іс ары қарай артқа қарай құлдырай берген, яғни тұқымның тозуына әкеліп соққан. Жалпы бізде қой шаруашылығының аймақтық ерекшеліктеріне келетін болсақ, ол бірнеше бағытқа бөлінеді: далалық аймақ, шөлді аймақ және оңтүстік аймақ. Бізде далалық аймақта биязы жүнді қойлар өсірілген. Бұл аймақтарға көбінесе оңтүстіктің таулы өлкелері және оның қуаң шөлейтті аймақтары жатқан екен. Бұл жерлерде биязы және биязылау жүнді қой тұқымдары өсірілген. Бұлар бүкіл қазақ еліндегі қойдың 65%-ын қамтыған. Екінші, бұл шөлді аймақ. Шөлді аймақта етті майлы қойлар өсірілген. Бұл негізінен ұяң немесе қылшық жүнді қойлар, бұл барлық қойдың 16%-ын қамтыған. Үшінші аймақ, бұл оңтүстік аймақ. Ол жерде негізінен қаракөл қойлары өсірілген. Оған оңтүстіктен бөлек батыс аймақтары да кірген. 1990 жылдың басында 1250, оның ішінде 702 арнайы мамандандырылған ірі қой шаруашылықтары болған.